Қайырлы күн достар. Бүгін біз печенье пісіретін боламыз. 10 минутта дайын болады. Үй температурасында еріп тұрған сары майдың үстіне 3 ас қасық қантты салып, вилкамен немесе венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне 1 жұмыртқаны қосып, тағы да араластырамыз. Бұл жерде қаймақ қоссаңыздар да болады, қоспасаңыз да болады. Мен 3 ас қасық қаймақ қостым. Барлығын қосқаннан кейін жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алдым. Ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Ұнның үстіне жарты шай қасық пешевой сода қосып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Бұл печенье тез дайын болады, отбасыңызға ұнайды, әсіресе балдарға өте жақсы печенье. Қолымыздың көмегімен дөңгелек етіп, формаға келтіріп аламыз. Оқтау да қажет етпейді. Және тез дайын болады. Осылай видеодағыдай етіп, дөңгелек етіп аламыз. Болғаннан кейін үстіне вилкамен осылай форма салсаңыздар да болады. Дайын болған печеньені 180 градуста 10 минут пісіріп аламыз.